тамаша. Амандық бізден, саулық сіздерден болсын. Бүгінгі күлкі күні құтты болсын! Жаңа Асқар Көмекбай бағамды байқадыңдар ма? Не деген талантты жігіт, я? Не деген? Пойыздың дауысын қалай салады? Қойш, қай жер талант он? Пародия деген ең оңай нәрсе ғой. Қой. Сен салласын ба? Мен де салла. Пойыздың дауысын сал. Пойыз? Пожалуйста. Ал, давай. Салсай? Өшіп тұрған пойыз ғой мен. Енді оталдырады ғой. Иә? Енді былай қараңыздаршы. Не деген көрермендер қараңыздаршы. Ана жерге дейін кішкентай балаға дейін үлкендерге дейін бар екендеріңізді білдіріп қойыңыздаршы, қымбатты көрермендер. Міне енді біздің осы ынтымақ бірлігіміз жарастырып үлгі болған біздің Уәлибек Әбдірайым көкеміздің осы бәріміздің басымызды қосты. Қаншама көрермен сол кісілерге сеніп әдемі кеш болады деп. Симай атыр деді ғой, Симай. Симай далада қанша оқ қап кетті. Мықты. Бұл енді біздің Шаншар театрының Уәлибек көкелеріміздің абыройы деп білемін мен. Дұрыс. Қаяқтың абыройы? Тегін болған екен, бәрі шұбырып келді. Вообще ятсыз. Жаман ятсыз болып кетті бұны? Жоқ, ақша болса көбісі келмейді, білем ғой. Ана балан қараштын. Қайсы? Ақша шоғын тұр айтып тұрғанан. Қаяқтан білесін ал? Мен класстасың ғой, танимын ғой. Ош? Вообще мына қайсы мына кісі вообще жақын жерде тұратын болған екен, келе саған ана жерде. Қаяқтан білдің? Қарсы шүлік мін отыр ғой. Сен қатты Мына нәрселер айта бермес, сен соңғы кезде артып кетіп жүрсің, Мансар. Кеше байқадыңдар ма? Кеше Таразда. Таразда да. Жоқ, Таразда біз КВН ойнадық, сендерді менсінбедің бар ғой. Қазір де менсініп тұрған жоқпын сендер. Маған анау Таразда кеше КВН ойнадық та, Тараз ұнамады маған. Ескі қала екен, неме анау? Кішкенте ғой, үйлері. Мансар, ол кесенелер ғой. Кесене ма ол? Кесенелер ғой. Ой, тіл тигізде ол әулиелі жер Тараз деген. Иә, бір әулиелігі соншалық әр кесенеге кіріп шыққан келіншектер көтеріп шығады екен. Сол кесененің ішінде мен отырамын ғой. Мансар? Сен сонда кесененің ішіне не істейсің? Витамин шайып отырасың. Витамин ішіне не істейсің сонда? Шырақшымын, қойшы мақсат шайып адамды еп көрдесің. Негізі Шаншар театры қазір 30 жылдан асты ғой. Бармағы бірігіп, инесі ілігіп, қазаққа қандай күлкі сыйлап, талантты ұлдарды топқа қосып жатыр да. Жеттер негізше менше осының сырын еш түсінамадым менше. Қанша театрлар шығып жатыр да, бәрі өшіп қалады. Жоқ болып кетеді. Бұлай екен ғой, Мансар. Қандай? Оқытылады екен бұл кісілер. Мынау Уәлибек көкем ананың бәрін қолынан жетектеп, Забадамда бір татар кемпір бар екен. Качественный суреттерінің бәрін алып, сөзге оқытады екен, содан кейін мықты екен ғой бұлар. Ана өткенде Шаншардан кім шығып кетті ғой, Дәурен тәтеміз. Иә, жыны келіп, кәдімгі өткенде сурет байқап қалдым, ине тығылған суреттерін андай. Сондай деп. Байқадым ғой өткенде мен. Тоқташы, сен тәуіп кемпірдің алдынан неғып жүрсің сен? Сен не жүрсің? Неғып жүрсің сен уақытта? Бізде көтерлік те барды да мақсат. Қош тамаша, ендеше күліге дайын отырыңыздар. Миллион командасы кетті! Құрметті көрермендер, мереке тағы да құтты болсын. Сіздерге алғашқы әзіліміз. Сонымен көреміз, тойда барлығымыз білеміз, асабалар басқарады. Тойда әртүрлі асабалар болады. Сонымен көреміз, өте қатал асаба. Ассалаумағалейкум, сәлемдессің. Ола шағамыз жинап отырайық. Той құтты болсын ағай. Сонымен жалғастырамыз. Той тақырыбынан ауытқымаймыз. Барлығымыз тойға барамыз. Тойда дәл осындай тілек айтатын кісілер ғой. Ал, не деймізін ау? Бақыт орындар, Ерболат, Арай, дендерің сау болсын. Бала шығаннан әкеледі. Ат тастап ем ғой. Дендерің сау болсын. Біздің енді көп сөйлегеніміз ұятты. Біздің көшімізді бастап келген үлкен, өз жерде қажы, әулетіміздің үлкені құда сөйлесін енді, құда сөйлесін. Ал, не дейміз? Нау, 2 жас бақытты болсын. Осылардың арқасында жүре берек. Қойсаңдар шай. Сонымен жалғастырамыз. Соғыста болған жағдай. Мәсіш. Ай, шешің не сенің? Шық, алға шық.
шеше дедім міне. Немене оттап тұрсың сен? Аузынан байқамай шығып кетті. Аузыңа қарап соғыс, інім айналайын. Болды, айып еттіңіз. Естің ба? Ашулан, шеше деп қап мен. Қанша адам соғысып жатыр нерде? Жас үлкен адамдар соғысып жатыр. Боқтап тұрған несі бұл? Жөндеп соғысыңдар, ят болады. Ләм демей соғысып жатыр қой біз. Үлдамайсыңдар ма бізден? Ят болады, боқтап соғыспаңдар. Боқтайсыңдар ма, соғыспай қойыңдар вообще. Не қыл дейді олар? Ой, шеше деп аузынан оттап тұр. Айуан. Ей, мәшіш. Сонымен жалғастырамыз. Қазіргі жастар үйленген кезде махыр сұрау деген сәнге айналды. Сонымен некесін қиып тұрған екі жас. Ал мынау енді жастар, некенің келесі шарты бол махыр деп аталады. Мына келінжан, махырге не сұрайсыз ер азаматыңыздан? Мен махырге Lexus 570 автокөлігін сұраймын. Ай, тамаша. Белый жемчуг, шандай күшті. Қызыл салонда, я? Я, күшті. Тамаша. Налогы 650 мың теңге. 700 мың теңіз. Жігіт әпер аласыз ба? 570. Жоқ, қаяқтың 570, жағдай жоқ. Жағдай жоқ деп тұр, кел, не дейсіз? Ну ладно, хотя бы бір 70 алып беріңізші, 70. Toyota 70. Toyota 70, я. Toyota 70 дейді. Ола ма? Жоқ, онда ақсы жоқ. Беремейм. Оған негізі мына ер азаматтың да жағдайына қарау керек, кел. Аузым бар деп сұрай бермеңдер. Ну, хотя бы кобальт алып берсін енді. Кобальт шамаң бар ма кобальтке? Маған кредит шықпайды. Сәл жағдайыңды дұрыстап үйленбейсің ба сенде? Әйтеуір үйлене самай. Біз битекші. Арчаға сөйлес. Не әпер аласың біз? Басқа, ну хотя бы құрт алып берсінші. Құрт әпер аласың ба? Ек құрт. Біреу маған да. Сөйлесіп алайықшы, сөйлесіп алайық. Жүрші, не? Мына қадырлағай, қазір енді өсіп кететін болған көп жастарымыз ақылдастыңыздар ма? Иә. Әперетін болдыңыз ба? Чипси ма, құрт па? 570. Мәлі. Lexus. Жалғастырамыз. Барлығымыз қоғамдық көлікке мінеміз. Қоғамдық көлікте болған жағдай. Болды, жылай бермеші. Болды, ана көкені көрдің ба? Қазір мақ-мақтып ұрат сен қазір. Өлі деніңіз сау ма ағасы, не істеп атсыз? Өзің ұрат деген. Жетсіз ба? Өзің ұрды кейін ұрдың? Орда сен ұра саласыз ба? Жетсіз ба? Балам, басын майыстыр жіберді. Жәме, орда сен ұрады? Өзің ғой? Тек па бірдеңе оны? Өзі ұрды еді, ұрды батырып қой. Көке ұрат дедің ғой. Болды жан, болды. Мен айтқанды істей береді ме сондай? Болды жан, болды, жылай берме. Ана көкені көрдің ба, 5 мың теңге береді. Құрып кетар, қаяқтың 5 мың теңгесі, мен аштай. Сонымен жалғастырамыз. Барлығымыз үйге қонақ келетін кезде есік алды жинап үйлерді әктеп дайындаламыз. Сонымен құдаларын күтіп атқан отбасы. Қазір құдалар келсе ұят болады. Мына мусордың бәрін анау қаланың шетіне шығарып тастаңдар үйдің сыртына. Қаланың сыртына шығарып жүреміз ба? Маманы палатканың астына тыға салайық та, ешкім көрмейді ғой. Ұят болады ғой, айтпесеңдерші. Енді жүда құдаңыз келіп мына палатканы аш деп көрмейді шығар енді, мама. Қызғамайсыңдар ғой, өшті адам тіңі. Не істейсің ал? Құдалар келе. Ой, бір өзі кепті. Өшірі, музыканы өшір. Аш ана палаткын. Аш. Айттым ғой саған. Не ана мусор? Шығар қызды. Қызды шығар. Сонымен жалғастырамыз. Сонымен құрметті көрермендер, барлығымыз ауылда той болады. Сол той болған кезде, тойдың біткеннен кейін дәл осындай апаларымыз өсек айтып жататын бір бөлме болатын. Өлі. Жаңа байқадыңдар ма? Ана дастархан не деп жайған, өлі, позор. Байқадым. Қазылары DVD-дің дискісінен жұқа құдай білет бар ғой. Ойбай. Ұялы өлгенім ай. Соны айтсайшы. Нандары қатып қалған ғой. Үйтіп істегенше той істемей ақ қой, дұрыс ба? Емош. Соны айтам ау. Ондай тойды любой адам істейді ғой. Ой, Жамал. Ондай тойды любой адам істейді деймін, той істемей ақ қойсын. Негізі бұныңше кім? Бірінші әйел жақсы еді ғой. Мына екіншісін алып оңбай қалды ғой, бұл сорлы. Біріншісінің қолы күледі, дастархан жайнатып жібереді. Ол ажыратқан жоқ қой әлі? Ай, мына екіншісі қаратып алды ғой, жаңа татар кемпірге барады екен ғой, ол да. Үйтіп жүріп, суына бірдеңе қосып берген дей ма, бас айналып содан шығамай жүр ғой бұл. Қайдамай? Ажырасқан жоқ ей.
ажырасып кетті бірінші әйел. Ажырасқан жоқ деймін. Емош ажырасып кетті. Ажырасқан жоқ қой, білеміз ғой. Ол екеуі же ажырасып кетті. Сен қаяқтан білесің? Мен солардың баласымын ғой, ажырасқан білемін. Сонымен жалғастырамыз. Ауылдан қалаға келген ағамыз байқамай қыздардың әжетханасына кіріп кетіпті. Мен қызбын. Ойбек кешіресіз бе? Өлі шапса есті. Оңбаған, ятсыз. Қазіргі жастарда ят жоқ бар ғой. Кіріп кете саған. Кім оңбаған? Кім оңбаған? Сен оңбаған. Байқамай кіріп кеттік, аузың жауып отыр. Байқасаң көзіңе қара. Жап есікті. Вообще жастарда қазір дік етші, үлкен сыйлау деген құрмет деген. Дікілдеп атқан жоқпын. Байқамай кіріп кеттім. Байқамаса көзіңе қара. Не деп қарайым, ішінде отсың ғой сен. Есікті іліп алуым керек еді. Сен сияқтылар кіріп кететінін білген жоқ. Мен м дегенге мұздай, ж дегенге жылы деп кіріп кеттім мына жақта. Көзіңізге қара. Мен мәдениетті адаммын, менде қарасай костюм шалбармен жүрмін ғой. Адам байқамай кіріп кетеді, кез келген адам. Аузың жауып отыр. Жапсаң, жап оңбаған. Өзің жап. Түсіндің ба? Болды. Еркек адам сыйламайсың ба? Болды, кешіріңізші аға. Аға деме. Есік жабыңызшы. Қарама! Қарап атқан жоқ мен. Жап есік. Әшейін қағаз бар ма көріп атырмын. Видашта берме, әдейі аштым да мен саған. Болды. Жабыңызшы есік. Көп сөйлеме. Болды аға. Есік жабыңызшы. Жабам. Мен жабам, кім қол тарт. Мен жабам, сен тыныш отыр, түсінің ба? Мен ондай лишний әңгіме көтере алмаймын. Болды аға. Мен әдейі кірген жоқпын. Болды, кешіріңізші. Мен ауылдан келген адаммын. Түсіндім аға. Продукт алып қайтам қазір, кім? Кешіріңізші. Мен әдейі айтсам аш, есік ашық тұрса. Бопты аға. Сен ішіндегі бір ішіне іліп алмайсың ба сен? Мен де білмей тұрмын осы қалай ілінетінін. Қолыңмен ұстап отыр. Есікті. Аға кетіңізші. Кетем, сен тыныш отыр. Мақұл. Мен кетем, артынан жыбырлап бір нәрсе айтатын Болды ғой. аға. Осылай сөйлеп шығам, түсіндің ба? Болды, кетіңізші. Тыныш отырасың ба, тыныш кетсем? Иә, кетіңіз. Тыныш отыр. Болды. Мен тыныш кетем. Түсіндің ба? Давай. Мен сен бір жерде көргем, мен Көңіл келеріңіз қалай Шымкент! Тамаша, үлкен рахмет бәріңізге. Бүгінгі күлкі күні құтты болсын, езулеріңізден күлкі кетпесін. Арнайы сіздер секілді қадірлі көрермендердің құрметіне қазағымыздың әдемі қалжың әні Құдашағыз деген әдемі әнді орындап берейік. Қабыл алыңыздар, қол соғып қошемет жасап қойыңыздар. Мереке құтты болсын.